Ертеңгі форматының финалдық ойынына қош келдіңіздер. Бұл таңда ақымақтың өмірі бақыт деп есептейді. Расында да ақымақтың өмірі бақыт болып табылады. Яғни қазір барлықтарыңыз болған керек көжектеңіздер. Дефиниция ақымақ білгенін қолдана алмайтын адам болып табылады. Ендігі кезекте бақыт дегеніміз не? Бақыт әр адамның өз түсінігіне байланысты шектеуі бар қажеттіліктерінің қанағаттануы деп аталады. Яғни барлығымыз білеміз, бақыт ол бір минуттық немесе бір сағаттық немесе бір күндік, бір айлық, бір белгілі бір процесс болып табылады. Бір адам ол жалпы түрде әрдайым бақытты болып тұруы мүмкін емес. Ол жалпы физиологиялық адамның жалпы дене тарапы болмасын, психологиясы болмасын, ол адам бақытты болып жүре алмайды үнемі, себебі адамға да барлық эмоциялар бар. Енді келесі, менің құндылығым қандай? Менің құндылығым мақсат. Себебі не? Әрбір адамның өзінің мақсаты болады. Ол ақпақ болсын, болмасын, оның мақсаты болады деп айтқым келеді. Ал енді біз мақсатқа қалай жетеміз? Қанағат арқылы жетеміз. Яғни қалай ақымақ адамдардың өзінің қандай? Олардың ең бір кереметшілігі олар қанағатшыл болады. Яғни қараңыздар, мен тікелей қазір аргументтерімде келістіріп өтемін. Бірінші аргумент, мынандай қазақта керемет бір мақал бар да, тауықтың түсіне тары кіреді деген нәрсе бар, Яғни расында да тауықтың түсіне тары кіреді, ол тауық мысалға, өз тары жейді, сонымен ол бақытты болады. Яғни оған басқа ештеңе керек жоқ. Оның мақсаттары сол бір тарыны жеу болды. Және де ол мақсатына ол жетеді. Оның қанағаты бар. Сондықтан да ол бақытты. Яғни ақымақ адам бақытты деген мағынаны білдіреді. Келесі мынандай нәрсе. Ол адам мынандай теория бар да, жалпы қазір бақсаңыз білесіздер, мен бір нәрсені білген сайын көп деген 10 шақты нәрсені білмейтініме көзім жетеді деген нәрсе бар, Мен бір сұрақтың жауабын алсам, жаңадан менде 10 сұрақ туындайды деген теория бар, Яғни бұл дегеніміз ненің көрсеткіші? Сен білу, ақылды болу, яғни қазір айтады, ақымақ адам ол бақытсыз дейді. Керісінше айтар, расында да ақымақ адам бақытты. Ақылды адам ол бақытты болмайды. Неге? Өйткені ол бір білен болды. Одан тағы да оның 10 сұрақ, ол 10-на жету үшін тағы да 100 арифметикалық прогрессия, яғни оның түпсіз терең білімінің жетуіне, өзінің бақытына, өзінің мақсатына жетуге оның қанағаты жібермейді деген сөз, Келесі мынандай, Маслоу пирамидасын келтіретін болсақ, мынандай бірінші немеде, яғни не тұрады? Адамның физиологиялық қажеттілік тұрады. Яғни ол не? Ол мен үстіндегі киімім, ол мен жеген тамағым, Расында да, енді менің қанағым, мен қанағатшыл болсам, менің мақсатым осы тамақ жеу болса, расында да, мен өзім Маслоу пирамидасының бірінші пунктын орындап алдым өзіме. Болды, мен бақыттымын сонымен, расында да, маған ол ар жағындағы махаббат, немесе отансүйгіштік, ар жағындағы руханият, белгілі бір картиналарға деген бір сондай бір ойланып отырып, мынау деген нағыз керемет екен деп ойлану маған қажет емес. Неге? Өйткені мен ақымақпын, мен оны істеп алдым да бақытты болып отырмын. Ал басқа ақылды адамдар расында да 3-ші, 4-ші пунктына жетті өздерінің пирамидасын, бірақ олар әлі күнге шейін бақытсыз болып табылады, Сондықтан да ақымақ адам бақытты болуға тезірек жетеді. Келесі мынандай нәрсені тарихи тұлғаларда айтады, Абай мысалы барлығы ұлы ғұлама деп айтады, ақылды азамат, барлығын келсек, бірақ Абай өкінішке орай өмір бойы бақытсыз болып, менің бір ғана мұңым бар, қазақтың қамын ойласам деген сияқты нәрселерді айта берген. Біресе қазақтың жастары ұнамаған, біресе қазақтың билігі ұнамаған. Яғни бұл не деген сөз? Бұл азамат ақылды, олар қарай ойлайды, оның проблемасы көбейе береді. Ол проблемасын шеше алмайды, оның бір принципе өмірінің уақыты жетпейді оны шешуге. Яғни не істейді? Ол бақытсыз болып кетеді. Ал егер адам ақымақ болса, міне, бол тамақ ішіп бір жерге бар келдің, бақыттысың, бұл бәрі жақсы, отырасың, күлесің, ол сен бақытты. Ақымақ адамдар бала сияқты, расында да. Балаға сен тәртіп берсең, немесе оған бір күшті, бір ойыншық мысалы, вертолет, радиоуправление, хотя бір мынаған ұлдарға берсең де оларда қуанып бақытты болып қалар екен. Расында да мен де бақытты болу үшін, себебі неме? Бақыт үшін көп нәрсе қажет емес расында да, Бақыт болу үшін, мысалға, кейбір адамдар бақытты болу үшін өздеріне үлкен бір принциптар қояды, өздеріне үлкен бір мақсаттар қояды. Ал бұл жерде неге? Бұл жерде өмір өте қысқа, біраз қанағатшыл болу керек, біраз қарапайым болу керек. Сол кезде сен бақытты боласың. Неге? Өйткені сенің қанағатың бар, сенің мақсатың төменірек. Ал егер сен жоғары биік мақсат қойсаң, мысалға делік, мен бір ақылды азаматтың мақсаты дейді, 5 этажды коттедж болсын, жалпы материалды тұрғыдан. Ал енді ол өмірдің соңында 85 жасында оған салып бітті. Қандай пайда бар? Қандай пайда? Ешқандай пайда жоқ. Ал егер ол азаматтың
егер оның бақыты жай ғана бір машина болатын болса, мысалға деп 30 жасында ол машинаны сатып алды өзіне, иә? Бақытты болды ма адам? Иә, бақытты болды. Ол үшін ары қарай 50 жылдың тосудың қажеті жоқ. Енді келесі мынандай нәрсе, Коперник Лобанов айтқан болды, не жер домалақ, оған бәрі күледі, сен ақымақсың ба, қайдағы жер домалақ? Жер дегеніміз барлығымыз білеміз, ол плоский деп айтады. Плоскостьта орналасқан деп айтады. Бірақ ол өзіне сенеді. Оны адамдар ақымақ деп есептесе де, ол сол кездегі өзінің білімін қолдана алмай кетті. Өкінішке орай, Коперник дүниеден өткеннен кейін ғана жердің домалақ екенін анықталған болатын. Ал өкінішке орай, Николай Коперник бақытсыз болып кетті. Иә, расында да. Неге? Өйткені ол дәлелдеп кете алмады жердің домалақ екенін. Ал егер ол мысалға делік, ақымақ болса, оған бәрібір болса, ол бақытты болып өтер дүниеде. Ал бұл дүниеде бақытсыз болып өткеннен не жассын? Иә, расында да. Құдай сақтасын ондай нәрседен. Енді келсек, қазақ әдебиетін, мынандай нәрсе аргумент мынандай тағы да. Әркім өзі үшін ақылды, өзі үшін ғұлама, иә? Расында да қазір барлығымызда қандай ұлт болсын, қандай мемлекет болсын, жалпы кез келген адамның өзінің бір самооценкасы бар, иә? Әркім өзін ақылдымын деп ойлайды, әркім өзін бір ғұламамын деп ойлайды, әркім өзін кез келген бір биік белестерді жеңе аламын деп ойлайды. Бірақ өкінішке орай, олай әрдайым бола бермейді. Сол кезде не істейді, сол кезде сағысынады, адам бақытсыз болады. Ал егер ондай планка болмаса, адам бақытты болады. Сондықтан да өзіміздің мақсаттарымызды жеңіл қылып қояйық, қанағатшыл болайық. Сол кезде біз бақытты боламыз. Рахмет көп. Енді достар, сұрақ бөліміне кезіп береміз. 1 минут дайындыққа. Береміз, еншіңізде 3 минут бар. Армысыздар жамағат. Бірінші сұрақ. Семейденсіз, сіздің атаңыз Ибрахим болмасаң да ұстап бақты. Бұл не деген сөз? Не меңзеді? Кез келген адамға, немесе бір тұлғаға өзің жасаған келіңіз, болмасаң да, боламасаң да ұқса дейді. Қанағаттанба дейді. Келесі. Сіз айтыңыз, әркімнің өзінің бір әр адамның бақыт туралы түсінігі бар дейді, әркімнің өзінің бір шындығы бар дейді, бірақ ақиқат ол біреу ғой, Абсолютно шындық ешқашан болмайды. Бірақ Философияда бір кірсеңіздер, расында да абсолютно шындық, ақиқат деген нәрсе мүлдем болмайды. Тауықтың бар аңсары сол тарыдан аса алмайтынын түсінікті ғой, одан басқа Парижді аңсамайды ғой. Біз білген сайын білмегенімізді түсінеміз дедік. Сонда біз білмегенімізді түсіну нашар ма? Білмегенімізді түсіну нашар ма? Мен мысалға өзімді түсінуді білмеймін. Егер бақытты болғың келсе нашар. Келесі сұрақ. Сізге бақытты, сіз айттыңыз, бақыт үшін көп зат керек емес деді. Сізге бақыт болу үшін қаншалық керек? Апайып надан болу. Біздің ойымызша біз бақытқа ұмтылмау керекпіз, иә? Ұмтылу керекпіз. Сіз айттыңыз, әркімнің өзінің бір шектеулері бар, соның аясында ғана тауықты қара, итті сүйек деген сияқты. Мысалға, сіздегі кубок басқалардың кубок емес пе? Енді мен тұрмын ғой жерде. Расында да. Келесі, сіз бір әлемде жоқ, ешкім білмейтін жаңалық аштыңыз деді, сіздің сезімі қандай болды? Маған халық сенбейді ғой. Ешқашан сенбей ғой, сам факт сіз аштыңыз. Сіз басыңыз алма болады да, күннің басында емес, сіздің басыңыз алады. Не болмаймыз сіздің сезіміңіз қандай болады? Неге мені жоқ ақымақ деп есептейді екен? Әркімнің өзіне берген бағасы болады дедіңіз. Өзімізге өзіміз беретін баға болады, содан кейін мысалы сіздің өзіңізге бағаңыз бар, өзіңізге менікі бар. Содан кейін сәйкесінше жұрттікі бар, иә? Қайсысы маңызды? Әр жағдайға әр қалай. Қазіргі жағдайда қайсысы маңызды? Қазіргі жағдай деген қай жағдай? Сіздің кубокқа қажеттілігіңіздегі? Төрешілердің. Төрешілердің. Рахмет, уақыт аласыз ба? Бір минут. Бұл кісілер айттым, ақымақ деген ол білгенін қолдана алмайтын дейді. Бұл солай алуға да болады, немесе білмейтін адам деп қатты рөл ойнамайды. Бұл жерде бір маңызды сөздер бұл бақыт сияқты. Бұл кісі айтты, бақытты әркім өзінше түсінеді, өзінше түсінеді. Бірақ бақыт деген ол бір жалпы, бұл кісі айтқанда абсолюттік шындық болмаса да бір ортақ зат болады. Бақыт деген не? Білмеймін.
Баршаңызда әркімде өзінің бақыты бар. Біреу үшін клуб болса, біреу үшін осы жерде сөйлеудің өзі бақыт болуы мүмкін. Енді біреу үшін осы форумда ұрып отырып бақыт болуы мүмкін. Бірақ қараңыздар, бәрімізге ортақ бақыттар да бар ғой. Бәрімізге баланың сылбыры бақыт қой. Бәрімізге ананың айналайын дегені бақыт қой. Әкенің айналайын демей басына сипаған тіпті ұрған да бақыт қой. Яғни осындай заттар деңіз келеді. Бұл кісі айтады, мақсат дейді, және мақсатқа жетудің жалғыз жолы қанағат дейді. Онда мен былай айтайыншы, сіз қазір қанағат етіңізде көбікті алмай қойыңыз. Бизнес саласында жүргеннен мен бір мынандай мысал айтайын. Алдыңа қойған мақсатқа жеткің келе ма дейді, сен акула бол дейді да. Акуланың бір мынандай жаман қасиеті бар, ол ешқашан тоймайды. Талқан добычасын талқандап тастайды, келесі добычаны іздеп жүреді. Яғни ода бір қанағатсыздық. Мен бұл қанағаттылықты қолдамай жатқанын емес, жалпы мақсаттың дұрыс еместігінде. Мысалы қараңыздаршы, мен өмірлік мақсат қойдым. Парижға бару деп. Парижға бару үшін ары кетсем $1000 керек. Мен барып келдім. Өмірлік мақсат орындалды. Мен не істеймін онда? Мен бір апта бақытты болдым, жарайды болдым. Бару процесінде Парижде жүргенде бақытты болдым. Одан кейін өмірім бәрі бақытсыз. Өйткені мен өмірлік мақсатымды орындап тастадым. Мен мына жерде бір спортсменді айтқым келеді, Рой Джонс деген спортсмен. Одан бәрі білетін шығар. Бокста 11 салмақ болатын болса, соның алтауында бүкіл поясты жеңіп шыққан боксер. Оның мақсаты сондай болып бәрін ұту. Ұтқаннан кейін ода ең үлкен депрессия болды. Не істеймін мен? Ең төмен боксерлардан ұтылды. Неге? Өйткені ол қанағаттанды сол. Тауық деді. Бұл жерде қараңыздаршы, тауықтың бар максималды қалауы тар, оны одан артық қалай алмайды. Өйткені ода сана жоқ, ода инстинкт. Ал бізде сана бар ғой Құдайға шүкір. Біз қанағаттанбаймыз. Мысалы, әркімнің бақыты әртүрлі болу керек. Жоға, одан кейін. Мысалы қарашы, мен қазір бір зат түсіндім, оқыдым, сәйкесінше мен өз білмейтіндігімді түсіндім. Енді бұл кісі айтады, сен оны түсіне берсең, сен бақытсыз боласың дейді. Енді мен осы жерде мынаны сұрақ қойдым. Маған жалпы осы өмірде бақытты деп күлу деп түсінсеңдер, маған осы керек па? Күліп жүру өмір бақи керек па? Егер ешкімге бір пайдаң тимесе. Мысалға бақыт деген кешегі қызылордалық жігіттердің билеуі деп алатын болса, маған өмір бойы сөйтіп жүрген керек па? Өзі айтты, бақыт деген ол өмірінің бір кезеңдері ғана деп. Мен бақытта осы жерде мынандай дефиницияңызды біледі. Бақыт деген өзіңнің күлгенің емес, сен тіке алып отырып қой. Өзгені күлдіре алғанды. Тарихи тұлғаларды айтты, Абайды айтты. Абайдың өзі айтты тұр. Бұл кісінің атасы Ибрахим деп айтайықшы, бұл кісінің Абай емес қой. Айтты, болмасаң да ұқсап бақ деді. Мен кедейдің баласымын, мен басқаның баласымын деп сол кезде қазақтар қынжылып жүрген кезде айтты, болмасаң да ұстап бақ, ұмтыл деді, анау сияқты болуға. Сол кезде сен болмасаң, сенің балаң не сенің немерең болады деді. Бұл кісі дейді, енді ақымақтарды айтты да, соның бала сияқты болған дейді да, оған ойыншық алып берсең, енді орыстың сөзі бар ғой, как мало нужно для счастья деген сияқты. Ол бағана біздің шектеулілігіміз. Бала ең бақытты жандардың бірі. Неге? Өйткені бала ешқашан қанағаттанбайды. Сіз өздеріңіз ойлап қараңызшы, кішкентай бауырларыңыз, немерелеріңіз барша, сіз оған ертең бір ойыншық алып беріңіз, бір туған күнде, ертеңгі туған күнде тағы ойыншық алып беріңіз, соны жей алмайсыз дейді. Баланы сіз қалай сол ата-ананы түпсіз құдық ретінде көреді, ол априори. Рахмет. Яғни ол ешқашан қанағаттанбайды бала. Содан кейін Абайдың өзі айтады, Ибрахим. Бір бала болады дейді, жаңағы бала туған кезінде қара сөзді айтады, білсең, көрсең дейді, қанағаттан. Бірақ үлкен ата-аналардың жаңағы бар кеш, атаңнан сұраш, апаңнан сұраш дегеннің кесірінен қазіргі мен айтамын. Сол білсең, көрген деген өшіп қалады. Бұл кісі айтқан сияқты қанағаттанып қаламыз. Бұл кісінің ойынша біз екеуміз ғана қанағаттанбай осы жерде шығып тұрмыз, сіздер бәріңіз қанағаттанып қойдыңыз. Коперникті айтты, егер мен Құдай ондай басыма бақытты жазбағанша коперник бол. Егер мен бірақ коперниктен Ньютон болсам, сол бақшаға мен басыма алма қойғанымыз ойлаңдаршы. Сіздердің ешқайсыңыз білмейтін затты мен білемін. Мен аузыммен емес, мен жүрегіммен күлемін ғой, мен нағыз бақытты адаммын ғой сол жерде. Өйткені мен соны сіздерді күлдіре аламын. Әркім өз ішінде бағалап. Абзалдық әліппесі деген өте мықты кітап бар, содан кейін бағалау әртүрлі болады дейді, сенікі және өзгенікі. Сенің өз бағалауың дейді, бөлшек санмен қарастырады. Өз бағалауың дейді, астындағы бөлшек, астындағы сан. Өзгенікі үстіндегі дейді. Мысалға өзгенікі сіздердікі, енді бұл кісіге деген 10-да, ол кісінің өзі туралы бағасы да 10 нәтиже. Егер сіздердікі менікі туралы бағаларыңыз 8 болсын және. Менің өз туралы бағам 2. Мен анағым келеді, бірінші идеям менің жалпы қарсылық шыққан ыңғайлы болсын.
Өмірдің мәні бақыт емес, бізге бақытты болу керек емес. Егер сіздің түсіңіздегі бақытты алатын болса, менің түсімдегі бақытты алатын болса, біз сол үшін өмір сүру керекпіз. Менің құндылығым ол адам. Біз адам болу үшін қайтадан сіздің атаңыз Ибрахим айтады, ол бәріміздің атамыз ғой. Досыңды алдамасаң, әке-шешеңнің айтқанын тыңдасаң дейді, орысша оқығам. Сен адам болып бұл өмірде өмір сүргенің. Яғни адам болып туа салу емес, яғни сен сол атқа сай болуың. Адам. Критерий, тәрбие. Егер біз бәріміз адам болып ұмтылатын болсақ, бірінші аргумент не пайда одан? Ақымақтар аз болады. Екіншісі, өмірдің мәні айқын болады. Мүмкін қол жетімді болмауы мүмкін. Менде мынандай бір арман болуы мүмкін. Бүкіл әлемдік пікірсайыс чемпионатына шығу. Қатысу, финалға өту, чемпионатта Қазақстанға алып келу. Ол ешқашан орындалмай кетуі мүмкін. Бірақ менде арман болды ғой. Мен соған сай әрекеттер істедім ғой. Осы жерде мен мынандай зат түсіндіргім келеді. Адамдар өзіне мақсат қойған кезде қанағаттар жоқ, алдын ала қоссаңыз. Біреу мақсат қояды, мен 3 кубок болсын деп. Біреу мақсат қояды, менде 5 кубок болсын деп. Біреу мақсат қояды, жаңағы қанағатсыз біреуді 20. Анау 3 кубокты орындайды, мынау 5 кубокты орындайды, мынау 20 орындай алмай қалады. 11 ма қалады да. Бәрі күледі оған. Ей, аламай қалды, мақсатын орындай алмайды, қанағатсыз. Шынымен, ол өзі де қынжылады. Мен айтып едім, орындай алмай қалдым ғой. Енді не істеймін? Қой деген сияқты да. Бірақ ойлап қараңыздаршы. 3, 5, 11. Егер біз адам болсақ, бізде не болады? Бізде сәйкесінше болашағымыз жарқын болады, мақсатымыз шектемесек, тарымен басқамен. Біз өмір сүру үшін тамақ жемейміз, біз тамақ жеу үшін өмір сүрмейміз, біз өмір сүру үшін тамақ жейміз. Яғни құндылықтарымызды, қажеттіліктерін шектемейміз. Соңғы айтарым, егер біз бақытсыз болсақ, сөзін қорытындысы, шекпесек қажеттіліктерімізді. Айтасам болды ма? Өлең емес. Шырындауық шегіртке ыршып жүріп ән салып, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жазды алды. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күйді. Біз мына сол жаздағы гүл атты қысқа мерзімді аңсап жүріп, күзге келгенде күйіміз кетіп жүрміз. Біреу адамға сөйлеудің өзі бақыт дедіңіз. Яғни сөйлеудің өзімен қанағаттанады деген сөз бе? Жоқ, мен біреуді сөйлеу емес, біреуді күлдіре алу дедім. Яғни біреуді күлдіре алсаң, сен сонымен бақытты боласың күлдіргенің үшін, иә? Бүгін мен 5-ді күлдірсем бақыттымын, ертең сәйкесінше 5-ді күлдірсем мен бақыттысың, ертең мен 15-ді күлдірсем. Енді кезекте, мынандай нәрсе айтасыз. Бала дейсіз, баланың ол қанағатсыз деген нәрсені айтасыз, ал осы жалпы балаларда сана болады ма? Әрине, ол да адам бұл. Яғни адам балада туады деген сана пайда болады, яғни балада, иә? Сіздің ойыңызша. Яғни кішкентай, мысалға 6 айлық бала жатыр делік, ол жылады, ол міндетті шартты рефлекс өзін. Оған анасы сүт берді. Онымен ол қанағаттанды, бақытты болды. Бұнымен қалай келісесіз бе? Сосын ол не істеді? Баланың жылауы ол ата-ана емес сыртқы өмірмен байланыс құралы. Ол бүйтеді. Мен жыласам, маған тамақ бер дейді. Келесі жолы қарны ашпаса да жылай салады. Яғни оның оған керек сүті азаяды, яғни ол азбен қанағаттанады деген сөз. Ал біраз уақыттан кейін 2 жасқа дейін соған ол мүлдем ішпей кетеді, қажет етпей кетеді. Бірақ соның өзінде де бақытты болып қала береді. Қараңыз, не үшін бақытты отыр деп ойлансаңыз. Бұл басында сүт ішіп жүрді, кішкентай бала болғаннан кейін оның сүт жеткілікті болды. Одан кейін сүттің бойындағы жаңағы құрамдары оған жеткіліксіз болып барады, оған тамақ ішу керек болып барады. Одан кейін бір тамақ ішсе, оның үлкен тамақ, оның үлкен қасықпен деген сияқты ғой. Сіздің ойлауыңызша, яғни кішкентай бала нәресте жылап жатқан кезде ол ойлап жатады, қазір мен жылаймын, маған сүт береді. Сөйтіп ойлайды, сіздің ойыңызша, иә? 6 айлық нәресте. Жоқ, ол ойламайды, одан инстинкт, ол қалыптасады, рефлекс жасайды. Ал инстинкт ол санаға жатпайтынын сіз білесіз, иә? Инстинкт сананың бірінші формасы. Жоқ, инстинкт сананың бірінші формасы бола алмайды ешқашан. Кешіріңіз, инстинкт емес, кешірім сұраймын, рефлекс. Ол жануарларда да болатын нәрсе, тек қана балаларда емес, иә? Рефлекс, кешірім сұраймын. Рефлекс. Ал енді рефлекстардың білесіздер, шартты рефлекстер болады және шартсыз рефлекстер болады. Шартсыз рефлекстер ол тек қана сана пайда болғаннан кейін ғана қалыптасады.
Шартсыз рефлекс. Иә, шартсыз рефлекс. Ал ол шартсыз рефлекс сана қалыптаспай-ақ болады. Оны келісесіз? Иә, итте де болады. Жарайды, рахмет. Жақсы. Жоқ бердім. Келгеніңіз. Жақсы, еншімізге 4 минут. Иә. Тағы да амандықтың артығы жоқ, сәлеметсіздер ме барлықтарыңыз. Енді кезекте мынандай нәрсе айтады. Ақымақ дейді, жалпы оны білмейтін адамды ақымақ деп айтуға болады. Иә, расында да келісемін. Сенің сен арасынан келсеңдей нәрсе қанағаттанса, немесе сен өзің білгенді қолданылмасаң, немесе сен білмесең, сен ақымақсың. Мен бұл жерде қарсылыққа шығып, маған қарсылыққа шығып қажет емес, расында да, иә. Өйткені мен қарсылыққа шықпай, расында да бақытты боламын, егер мен ақымақ болсам деген сияқты нәрсе, иә. Енді кезекте бақыт деп сөйлеудің өзі мына жерде бақыт деп. Яғни бұл жерде немені көрсетіп тұр? Айтады, бұны мына сіздің логикаңызға сүйенсек, қазір дейді, сізбен біз ғана осы жерде финалға шығып тұрмыз, сондықтан да біз бақыттымыз, қалғандары бақытсыз деп түсінуі мүмкін деген нәрсе айтады. Ал айтады, ал кейбір адамға осы жерде сөйлеудің өзі бақыт дейді. Ал енді қараңыз, сөйлеудің өзі бақыт болса, кейбір азаматтарға бұл ненің? Бұл қанағаттың көрсеткіші, иә? Егер мен мысалға ақымақ болсам, маған кубок қажет емес болса, мен осы жерде сөйлеймін де шығамда мәз боламын да отыра беремін, болды. Мен қайғырмаймын кубок алмасам. Ал егер мен ақымақ болсам, иә, ақымақпын дерлік, мысалға, өз жерде сөйлеймін, шығамын, отырамын, болды, мен бақыттымын, маған қажет емес ешқандай. Мен қанағаттанамын. Өкінішке орай, мен ақылды адаммын, иә, расында да. Ал енді қарай, егер мен алмай қалсам, егер қазір мен алмай қалсам, мен қанағаттанбаймын, расында да. Мен бақытсыз болып қаламын, расында да. Менің көңіл күйім түседі, как минимум 2-3 күнге, иә, расында да. Ал ол маған керек па? Жоқ, әрине, керек жоқ. Ал бұл менің кесірі, бұл менің білімімнің бар кесірі. Мен білімім бар, сондықтан да мен бақытсыз боламын. Ал егер мен ақымақ болсам, мен бақытты жүре беруші едім. Қалғандар осыған да жеткен жоқ қой, тәуба деп отыра беруші едім, иә, расында да. Енді келесі мынандай нәрсе айтады, ондайша дейді, сізге дейді, баланың сылбыры, әке, ананың, оның барлығы бақыт қой. Иә, өте керемет, әдемі сөйлейсіз. Маған да расында да ұнады, жоғары спикерлі бал қойшы едім, төреші болсам. Бірақ енді қараңыздар, бұл бақыт ол да күнделікті бақыт емес, өкінішке орай. Бұл баланың сылбыры расында да бір күн бар, бір күн жоқ. Бұған да қанағат тұта білу керек, расында да, иә. Құдай сақтасын, бірақ бала бақытын көрмей жүрген адамдар бар қаншалықты, иә. Олар не істеп жүр, олар қанағат тұрып жүр, иә, расында да. Өзімнің балам бола алмаймын, олар мысалға детдомнан бала алып жүр. Ол онымен қанағаттанады, ол бақытты бола алады. Расында да, иә. Ендігі кезекте мынандай нәрсе айтады да, Парижда бар келу менің өмірлік мақсатым, мен содан кейін бақытты боламын. Мен бір апта бойы бақытты боламын, қызылордалардың осы жерде жігіттері биледі, содан бастап бақыт дейді. Ақымақ адамға бұл расында да бақыт. Сіз ақымақ адамсыз. Мен айтып кеткен болғанда, сіз бір минут боласыз ба, бір күн боласыз ба, бір ай боласыз ба, сіз бақытты болсаңыз, ол жақсы ғой бақытты болған, в принципе. Ал енді осы жерде барлығы билеп кетті, бәрі бақытты болды ғой. Ал енді басқа не керек? Бірақ сіз онымен қанағаттанбайсыз, өйткені сіз ақылды адамсыз. Сіз онымен бақытсыз боласыз, расында да, иә? Енді кезекте қандай нәрсе айтады, мен үшін бақыт ол сенің күлген емес, сен өзгені күлдіре алсаң ол бақыт дейді. Ал мен айтамын, сен өзгені күлдіре алсаң, сен өзгені күлдірсең, сіздер маған қазір өстіп істесеңіздер, мен қанағаттанамын, мен бақытты боламын деген сөз, иә? Бұл да расында да ненің көрсеткіші? Бұл мен өзінің қанағаттанарлық сезімнің пайда болуының көрсеткіші. Одан кейін мынандай нәрсе айтады, балаға ойын шығарып берсең дейді, сосын бала қанағаттанбайды, ол ешқашан. Мен айтамын, балада шарт рефлекс, ол санасы жоқ болса да қалыптасады дейді. Яғни балада сана жоқ, ол ақымақ. Бірақ ол бақытты, расында да. Ал балаға басқа не керек? Оның ата-анасы ғана, бала бақытты болғаннан басқа не керек? Ата-анасы да жалпы, иә, былай қарап тұрсақ, баласы бақытты болса, онымен қанағаттанады. Яғни оның қанағаты аз, оның мақсаты тек қана балаға сүт еміп отырса, ана бақытты сонымен. Расында да, иә, оған көп нәрсе қажет емес. Оған қажет емес, мысалға бір жерде бір демократияның орнауы, немесе бір жерде бір президенттің ауысуы, ол анаға қажет емес. Оған алып сөйлеп болсаңыз, оған кішкентай ғана нәрсе керек. Ол өзінің баласын емізіп отырса, ол бақытты. Яғни ол не істейді, ол қанағат тұтады. Ал қанағат адам мен тәрбие деген нәрсе айтады, ақымақтар аз болсын дейді. Ақымақтар аз болса, өкінішке орай бақытсыз адамдар көп болады. Мен оны қаламаймын расында да, иә. Өйткені неге? Бақытты адамдар ол әрқашанда өзін не істесе де, өзгені күлдірсе де, өзі күлсе де, кез келген нәрседен бақыт ала алатын адамдар. Сондықтан да біраз де болсын бақытты болайық. Сахна ортасында сөз кезегін Дуглас мырзаға береміз. Уақытыңыз 6 минут, алғашқы 3 минут ребатл, кейінгі 3 минут сараптама.
рефлекс деген мәселеден басталды. Қалжың әңгімеден бастағым келіп отыр. Бір ит, нақты айта берейін, Павловтың иті басқа итпен сөйлесіп отыр дейді. Айтты, мен жаңа алғашпын депті. Қандай десе, шартты рефлекс депті. Оған да айтса, қарсы ет, мен сілекейімді астамаға жаза бастайды деп. Шартты рефлекс не ол? Белгілі бір іс-әрекеттенсе бірдеңені қайталануы. Шам жаққанда ананың сілекейі ағуы. Ол сілекей аққанда ананың жазуы деген сияқты. Бала жылағанда ананың жүгіруі бірден. Ананың сол баланың соны сана деген ол мүлден басқа бала туылғаннан бізде сана болады. Ол кейін бізде ақыл не ақымақ боласың ары қарай сана. Балада қалыптасады. Мен жыласам келеді деген сияқты. Келесі. Бидейік, біз екеуміз ойнап отырып, біз қанағаттанған жоқпыз сәйкесінше, мына кісілердің бәрі қанағаттанып қойған деген сияқты. Жоқ, бұл кісілер қанағаттан жоқ, ешқайсысы. Бәрі шыққысы келеді, осы кубокты алғысы келеді. Егер бұл кісілер ақылды болса, жоқ. Жоқ, бірінші наны бастайын. Егер бұл кісілер тырнақшаның ішінде кешірім сұраймын, ақымақ болсаңыздар, сіздер не істейсіздер? Құдайдың жазғаны, бұйыртқан осы, ана кісілер мықты болып тұрған қой, болды. Енді нәтижесінде не болды? Ештеңе болған жоқ. Менің аргументім. Бағана айтқан нәтиже деген. Егер сіздер қанағаттанбасаңыздар, үйге барды, мысалға, Сәлім ойнады осы күні, Сәлім үйге барды. Қанағаттанбай тұр, отырып қалған. Не қателік жібердім? Мен нені мына төлеушілерге жеткізе алмай қалдым, а? Кітаптарды ақтару мүмкін, оқу мүмкін. А бірақ келесі UIB кітапта 5-шіде сізді оқып кету мүмкін. Сәлім сөз жерде кубокты ұтқанына бақытты болмайды ол. Ол бағана қажеттіліктерін қанағаттандырғаны және қажеттіліктерін өсіре қалына. Бидейсіз, мен өзгелерді жаңа сөйлегеннен сіз сөйледіңіз, бұлар күлді, сіз қанағаттанып қалдыңыз. Қараңыздар, егер мен түсіндіре алсам, бұл кісілерге ойымды айта алсам, мен қанағаттанамын. Сәйкесінше бұл ойдың өзгелерге айтылғанын қалаймын, көп аудиторияға айтылғанын қалаймын. Мен қалаймын ертең көбірек адамдарға өзім басымда оймен бөлісе алғанға, егер маған сол бақытты берсе, маған сол бақыт. Түсінген бе дейді. Бұл кісі айтады, егер мен отырып қалсам, мен көңілін түсіргім келмейді, екі-үш күн дейді. Ана, қызғылт көзілдіріп дейді ғой, сонымен қарайды бұл кісі әлемге. Мен көңілдерін түсіргім келмейді, не істеймін оны түсіріп дейді. Түсірсе не болады, бағанағы Сәлім сияқты жағдайға түседі. Не болып қалды, не болды деген сияқты. Қарама-қайшылықтар. Енді педагогиканың дамудағы басты факторы не? Иә, қарама-қайшылық. Яғни осындай қарама-қайшылық бізді дамуға келеді. Баласы жоқ кісілер қанағаттанады ғой дейді. Болды, балам жоқ деп. Бұл кісі сөз айтады. Балам жоқ деп тұрып, ол барып балалар үйіне бала асырап алған ол не істегені? Ол бала жоқ деген фактімен келіспегендігі, сол статус бар. Бала асырап алған адам жетімдер үйіне тағы асырап алады. Не үшін жетімдер үйіне асырап алған адамдар 10 бала, 15 бала асырап алады дейсіздер? Өйткені ол ешқашан қанағаттанбайды. Ана өзге баланы бауырына басқаның бақыт екенін түсінеді олар. Мен ұрсақ қанағаттанамын дейді. Кейбір кезде болады, мысалға, маған ұрса мен қанағаттанамын, сізге ұрса мен қанағаттанбаймын деген сияқты. Бірақ көбірек ұрса көбірек қанағаттанасың. Бірақ мына бәрі ұрып отырса, маған ол норма болады, қызықсыз болып қалады. Маған одан да көп аудиторияның ұрғаны керек болады. Соңғы сөз маған айтқым келді, қарсылық ретінде айтасам. Ана үстіне байланысты дейді. Ана берсем, баламды жаңағы еміз алсам, қанағаттандыра алсам дейді. Бала өсе келеді, балама осының памперсін тауып берсем дейді. Бала тап өседі. Бала мектепке барып 5-ке шығып, мен ата-аналар жиналыста болғанда мен қуантса екен дейді. Баласы спортсмен болады. Балам осы бір жақсы денсаулығы мықты болса екен дейді. Денсаулығы мықты болғаннан кейін бұл бір жарысты ұтса екен дейді. Қазақстанда Азияны, Олимпиадада 2 дүркін, Олимпиадада 3 дүркін. Бұл бәрі сөйтіп кете береді. Кез келген ата-ана өздеріңіздің ата-аналарыңызға қараңыздар. Ешқашан қанағаттанбайды. Енді сараптай саралай келе. Мына тарапта мақсаты шектеулі, тауып болсаң тары, пікірсайысшы болсаң көбі деген сияқты персонаж тұр. Ол персонаждың түсінігінде сен бірдеңкені біле, өзіңді зерттеген сайын білмейтіндігіңді түсінгенше, қызылорда көп айтып кетті, билеп жүре берген ыңғайлар ал. Сен уақытша көңілін түсіргенше түсірмей-ақ қойған артық. Түсінген, мені бір ең қынжылтқаны біраз да болса бақытты болайық деді. Бұл о кісінің тарапынан біраз да болса ақымақ болайық деген бетем ғой. Мен не ұсындым? Мен Ибрахим атамыз айтқан адам категориясын ұсындым. Айтады, мысалы, осындай бір жерде позицияңа қарай бір қумасаң дейді, осы қазір ретінде айтсаң. Досыңды сатпасаң дейді, адал болсаң, әке-шешеңе дұрыс қызмет көрсетсең, сен сол кезде ғана адамсың дейді.
толып өмір сүріп, сол бар болғанына қуансаң, бүгінгі тамағың бар болғанына қуансаң, ол адам емессің. Мен адамды түсіндім. Бұл жерде тәрбие айтылды. Қанша? Бұл кісі бір айтуға айтқан заттардың ішінде келісуге болатын заттардың бірі бағана бақыттың әркім үшін әртүрлі болатындығында. Бірақ сіздерге не керек? Мысалға, мен үшін бақыт Lamborghini болуы мүмкін, бір кісі үшін бақыт осы жерде бір қайырымдылық турнирі өткізу осында. Кімнің бақытының орындалғаны керек сіздерге? Қай бақыт дұрыс сұрақ жалпы да? Ондай бақыт керек па бізге? Бағанағы ортақ бақыт сияқты. Енді бұл кісі айтты, біздің егер ойыншылар ретінде бақытымыз ана кубок болса, алсаң қуанасың, алмасаң қуанбайсың. Қуанбайсың, бірақ өзіңді бақытты сезінбеуге тырысасың. Мен кубокты алмасам алмай қояйын, бірақ мен бақыттымын. Бақыттымын неге? Мына ойларымды сіздерге жеткізе алғандығыма. Егер бұл жетпей қалса, сәйкесінше өзінің нәтижесін дұрыс көрсе, мен бүгін үйге барамын да ұйықтамай дайындаймын. Неге? Өйткені мен ойлаймын, мен дұрыс айта алмадым, бұл кісілердің тілінде түсіндіре алмадым деп. Сіздер түсінбеді деп өзімді қоя салмайын, мен түсіндіре алмадым деп. Қажеттіліктеріміз шектеусіз болсын. Жалпы ойынға келетін болса, жалпы идеяларды салыстырайықшы, бұл жерде Ленин тарапынан шықты да мынандай нәрсе айтылды. Сенің мақсаттарыңа жетсең, сен мақсаттарыңмен қанағат тұрсаң, сен бақытты боласың деп айттым. Я, расында да, ол мен айттым ма, келіспеушілік онымен болған жоқ. Яғни айтқан жоқ, сенің мақсаттарың аз болса, сенің мақсатың кішкентай болса, сен бақытсыз болып кетесің деп айтқан жоқ, мынандай ой ешқашан тасталған жоқ. Тек қана қандай нәрсе айтады? Тек қана салыстырып өтті де, міне қайырымдылық қоры біреу үшін бақыт, ал біреу үшін Lamborghini бақыт. Кімнің бақыты сіздер үшін жақсырақ дейді. Ал бұл жерде бұл маңызды емес, кімнің бақыты жақсырақ екен. Бұл жерде маңызды мүмкін қайырымдылық қоры ақымақтың бақыты шығар. Өйткені қай ақылды адам бар ақшасын қайырымдылыққа жібере салады деген сияқты ой бар. Ақылды адам бірінші өз жағдайын жасап алады, сосын бірақ қалған өзгені ойлайды деп айтқым келеді. Ендігі кезекте ал ақымақ жаңағы мен айтып кеткен Маслоу пирамидасы бойынша тамағы қойды ма болды, жетеді, бақытты. Олар қарай бар ма ақшасы, шаша салуға дайын. Өйткені ол не істейді? Ол өзін қанағаттандырып алды, болды. Оған басқа ештеңе керек жоқ. Ол бақытты болып алды, болды. Оған басқа ештеңе керек жоқ. Енді тағы да мынандай өте бір жақсы идея, мынандай нәрсе айтылған, иә. Мысалға, менің мақсатым дейді, бұл кісінің мақсаты ақылды адам ғой, ақылды азамат болып шығып тұр ғой, иә. Бұл дейді, бүкіл әлемдік чемпионатты дебаттан ұту осында әкелу. Мен ұта алмай қалсам, мен қайғырамын. Ал менің мақсатым қанағаттандырып, мен тек қана мақұлықтарды ғана әкелгім келеді. Я расында да. Кімнің мақсатын орындалуы мүмкіншілігі, ықтималдығы, вероятности көбірек. Менікінің, яғни не? Бұл сенің мақсаттарың кішірек болса, сен қанағаттансаң бұл мақсатпен, сен бақытты боласың деген мағынаны білдіреді, иә? Өйткені бұл жерде мен ондай высокий планка қойып тұрған жоқпын, бүкіл әлемдік чемпионатты ұтайын деген. Расында да, иә? Және мен оны ұтсам да, ұтпасам да, мен бақытсыз немесе бақытты болып қалмаймын. Менің состоянием душевный өзгермейді. Ал егер менің планкам қазіргі кезде төмен, бұл кісінікіне қарағанда жарайды, көзілдірік киіп алды дейді, көз розовый очки деп. Расында да киіп алды, жарайды, мейлі, мені ақымақ дейлеріңіз жарайды, мейлі. Бірақ ең бастысы, мен бақытты болып айтып тұрмын ғой сіздерге осының барлығы. Осы ең менің ақылымның пайдасы қанша? Егер мен бақытсыз болсам, сіздің ақылыңыздың пайдасы қанша? Егер сізге қошемет деп отырған осы жердегі адамдарға қанағаттанбасаңыз, расында